Сәлеметсіздер ме? Мен номері 46-шы Балбұлақ бөбекжайының ғарышкерлер тобының тәрбиешісі Дәулетбаева Нұрия Қожабайқызы. Өзімнің үйрен және бөліс жобалық жұмысымды сіздерге таныстырғым келеді. Жобалық жұмысым жасақталып, басшылықпен келісе отырып бекітілді. Бұл жобада ата-ана, бөбекжай және бала үштік одақ бірлесіп отырып жұмыстар жасақталынды. Үйрен және бөліс жобасының төлқұжатымен таныстырайын. Таңдау себебім бір тұтас тәрбие ұлттық баяндамасын жүзеге асыру өнегелі 15 минут. Тәрбиеленушілерді түрлі дамытушы ойын түрлерімен таныстыру. Ата-аналарды бөбекжай жұмысына белсенділікті оятырып жұмылдыру. Өзектілігі: біріншіден, мектеп жасына дейінгі балалар дамуына тежелістердің көбеюі. Екіншіден, демалыс күндерін пайдалы әрі қызықты өткізуге атсалысу. Ал мақсатына тоқталатын болсақ, балалар жас ерекшеліктерін ескере отырып, қызығушылықтарын дамытушы дидактикалық ойындармен ұштастыру. Түрлі міндеттері де бар. Тәрбиеленушілердің дүниетанымы мен жасына сай ойын түрлерін ойнау, қолдану, танысу, баланың даму деңгейін бақылай отырып, ескеру керек қажеттіліктермен жұмыстарын жасау. Және ата-аналармен бірге жұмылдыра отырып, жұмыстарын жүйелеу. Жүзеге асыру мерзімі 2024-2025 оқу жылы. Нәтиже критерийлеріне тоқталсақ. Нәтиже критерийлері: әр тәрбиеленуші дамытушы ойындар арқылы білік дағдысын арттыра отырып, нәтижеге қол жеткізе алады. Әр демалыс күндері ата-ана балаға көңіл бөле отырып, отбасылық жаңа дәстүр пайда болады. Үшіншіден, отбасылық бюджетке салмақ түспейді, яғни жаңа ойыншықтар алынбайды. Төртіншіден, жоба бойынша үздік тәжірибе жасалады. Үйрен және бөліс жобасының жоспары да бар. Қаңтар айында дамытушы ойындардың маңызы тақырыбында ата-аналарға кеңес жүргізілді. Ақпан айында үздік дамытушы ойын байқауы өткізілді. Үшінші, байқау қорытындылап марапатталынды. Балалар мен ата-аналардың жасақталған әдемі дамытушы ойындарын балалар жұма сайын үйлеріне алып кетіп ойнайды. Және де осы жасалған дамытушы ойындар бөбекжайымыздың әлеуметтік желіде парақшасына жарияланды. Қатысқан балаларының барлығы дипломмен марапатталынды. Қорытындылай келе, жоба маған не берді? Ең бірінші, үштік одақты жандандырды. Екіншіден, осы ойындар арқылы балалардың шығармашылық және танымдық қабілеттері дамыды. Үшіншіден, дербес іс-әрекеттерінде пайдаланатын осындай әдемі дамытушы ойындарға ие болдым. Назарларыңызға рахмет.